Сәлем достар, бүгін сіздерге жаңа пирогтың түрі, яғни Рафаэлло пирогының рецептісін ұсынамын. Дәмі керемет, тура Рафаэлло шоколады сияқты болып шығады, және баунти шоколадының дәміне де кішкене келеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен ертілген сары майға қантымызды қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Келесіде 200-250 граммдай ұнымызды аздап қосып араластырып отырамыз. Қамыры қатты болып кетпеу керек. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді ұмытпаңыздар. 1 шай қасық қосамыз. Дайын қамырымызды целлофанға салып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді қойытылған сүтті, яғни сгущенкамызды құрғақ ыдысқа құйып, үстінен 15 немесе 20% қаймағымызды саламыз. Менде 15% қаймақ. Бір жұмыртқа саламыз. Кокос ұнтағын, яғни кокосовая стружкамызды 30 грамм өлшеп, оны да саламыз. Кукуруз крахмалын, жүгері крахмалын 1-1,5 ас қасық салсаңыздар жеткілікті. Ол начинкамыздың өз формасын ұстап тұруына жақсы көмектеседі. Бір келкі масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса шығады. Міне салмамыз дайын. Енді жаңағы дайын қамырымызды алып, өзімізге керек диаметрге сәйкес етіп жаятын боламыз. Аздап ұн себеміз. Менде формамның диаметрі 24 сантиметр. Формамызға орналастырамыз. Бортиктерін шығарамыз, яғни жақтауларын. Егер формама жабысып қалады десеңіз, онда май жағып алсаңыз болады. Шанышқының көмегімен осылай тескілеп шығамыз. Шет-шеттерін осылай біркелкі болу үшін шанышқының көмегімен бастырып шықсаңыздар болады. Мінекей дайын болды. Енді жаңағы дайын салмамызды құямыз. Қызып тұрған духовкада 180-200 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Міне пісті. Енді суытып, бөлме температурасына суытып қоямыз. Суығаннан кейін барып, ақ ертілген шоколадымызды бетіне осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде пирог суығаннан кейін барып, шоколадты осылай орналастырасыздар. Беті тегістелу үшін осылай кішкене сілкілеп шығамыз.
Шоколадымызды жағып болғаннан кейін енді қатып қалмай тұрғанда бетіне кокос ұнтағын тағы да аздап сеуіп шығамыз. Дайын пирогымызды енді бетіндегі шоколады қатқанша тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін дастарханға шайға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіретін нәзік пирогтардың бірі. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қолдап кетуіңізді сұраймын. Бұдан да басқа түрлі рецепттерді каналымнан көре аласыз. Назарыңызға рахмет.